Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл. Бүгін біз осындай балық пісіретін боламыз. Балықтың дәмі енді өте керемет дәмді болып шығады. Менімен бірге жасаңыздар. Оған кез келген балықтың түрін аламыз. Менде балық судак, іші сырты бәрі тазартылған. Екі жағынан осылай тіліп шығамыз. Қатты кесіп жібермеңіздер, тек тіліп шықсаңыздар болды. Тұзымыз, маринатымыз жақсы сіңу үшін. Тұздаймыз. Тұз менде 30 грамм, бірақ енді ол балықтың көлеміне байланысты қарайсыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер. Заттары да қолжетімді, әрі осылай тұздап қойып, маринаттап қойып, күтіп отырмайсыздар. Бірден духовкаға салып пісіре береміз. Приправаның балыққа арналған түрін аламыз. Онда жан-жағына бәріне жағып шығамыз. Сұйық майды да жағамыз. Ішіне де жағуға ұмытып кетпеңіздер. Соңында лимонның суын жағамыз. Лимонды сығып, суын шығарып, жақсылап тұрып жағып шығамыз. Картопты алдын ала турап алдым. Картопты да тұздаймын. Картопқа арналған приправа саламын. Қалған сұйық майды құйып араластырамын. Формаға фольганы жайып, үстіне балықты саламыз. Балықтың екі жағын ашып қоямыз. Міне осылай екі жағы да ашық болу керек. Картоп саламыз екі жағына. Картопты ішіне қарай да салып жүрсеңіздер болады. Пиязды турап саламыз. Пияздың суы шығып, күшті болады. Духовкаға 150 градуста 50 минут пісіріп аламыз. Балығымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, жасап жатсаңыздар ас болсын достар.